Барлығыңызға қайырлы кеш. Бүгін біз сіздермен сәбізден жасалынған осындай тәп-тәтті, өте тез дайындалатын пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқамызды осылай табамызға салып, жақсылап миксерлейміз. Одан соң үстіне шекерімізді салып, массамыз үлкейгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Осылай массамыз үлкейді. Одан соң үстіне сұйық майымызды қойып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Үстіне аз-аздан ұн қосып отырып, тағы да миксерлейміз. Осылай мен грек жаңғағын қосатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Одан соң теркадан өткізілген сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай қалаған формаларыңызға салып аласыздар. Менде 22 сантиметрлік форма. Осылай салып алып 180 градуста 30-40 минутта пешке жібердім. Неге осылай өте үлкен, өте сондай дәмді болып шықты. Үстіне осындай қант ұнтағын қосып жіберсеңіздер болады. Әдемі көрінеді. Піскенде өте сондай нәзік болып кесіледі. Осылай өте оңай әрі тез дайындалады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.